Үлкендер жолы ұлылық, ұрпағы жүрер ұғынып дегендей, институттың 70 жылдық мерейтойы қарсаңында ардагер ұстаздармен жүздесіп, сұхбаттасқан едік. Ұстаздардың ұстаз атанған киелі қара шаңырақта талмай еңбек еткен ұстаздарымыздың қажырлы еңбектері, жемісті жетістіктері жас буынға үлгі өнеге. Бүгінде ардагер ұстаздарымыз талғаусыз еңбектің жемісі ретіндегі зейнет жасқа жетіп, құрметті еңбек демалыстарында. Ардагер ұстаздарымыз 70 жылдық тарихы бар білім ордасында қызмет еткен кездері институттың тыныс тіршілігі туралы сыр ақтарды. Ендеше ұстаздарымыздың сыр сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Мен Мажитова Любовь Рамазановна, осы облыстық педагог кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институтында 30 жылдай математика пәнінің әдіскері қызметін атқардым. Институтқа алғаш 85 жылдың сәуір айында келген болатынмын. Ол кезде бұл институтта кабинеттік жүйе болды. Мықты жабдықталған физика кабинеті, химия кабинеті, биология кабинеті, ағылшын тілі кабинеті сияқты пән кабинеттері, тіл кабинеттері, математика кабинетінде бәрі қажет плакаттар, жабдықтар, бәрі ілулі тұратын. Шкафтарда керек көрнектіліктердің бәрі тұратын. Әрбір кабинет меңгерушісі, ол кезде кабинет меңгерушісі болдық барлығымыз. Курстарды өзінің кабинетінде өткізетін. Сол кабинетте өткізуге барлық жағдай жасалған болатын. Меңгерген кезде институттың ректоры, ол кезде директор дейміз, Сагиев болды. Артынан 87 жылы директор болып, ректор болып, Өтебай Оспанович келді, өзінің ұстазым. Жоғары оқу орнында сабақ берген. Қазір енді сол кездерді еске алсақ, қазір 70 жыл тарихы бар институттың. Сол кезде директордың орынбасары Кубанов Анатолий Павлович болды. Директор де математик болды. Орынбасары да математик болды. Яғни менің жұмысым ең жақсы тексерілген менің жұмысым болды сол кезде. Сол кездегі жұмыс атқарған кадрлардан мен зейнеткерлікке кеткенше бірге жұмыс істегеніміз, менен көп істеген Гүлжан Онарғаным Азаматовна болады. Бер жағында енді Өтебай Оспанович келді, басқалар енді Сәуле Жадыгеровна, олардың барлығы артынан келді, барлығымыз енді зейнеткерлікке шыққанша бірге жұмыс атқардық. Мықты коллектив болды. Арыстанбек Қариғат Құмарович деген мықты тарих пәнінің әдіскері, тарих кабинетінің меңгерушісі болды. Молдашева атынан Мукатаева Ольга Кадыровна мықты информатика кабинетінің меңгерушісі болды. Догалиева Бақытхалиевна ағылшын тілі кабинетінің меңгерушісі болды. Сөз сөйлеп кеткен Мұхаммед Мадалатович ол артынан Қариғат Құмарович мектепке директор болып кеткенде ол тарих кабинетінің меңгерушісі болды. Сондай мықты кадрлар жұмыс атқарды. Қазір енді еске алып отырсақ, арамыздан шетінеген әріптестеріміз бар. Макарова Ағила Кереевна кезінде психология кабинетінің меңгерушісі болды, артынан музейдің жетекшісі болды, қазір өмірден озып кетті. Жания Қайролловна басшы кадрлар кабинетінің әдіскері, меңгерушісі болды. Өте сол кезде кандидатты қорғаған адамдар көп болды. Жалпы институтымыз республика деңгейінде сапасы жөнінен алдыңғы орындарда болды. Жаңа бір бастамалардың бірінші бастаушысы болып, жаңа буын оқулықтары енген кезде ең бірінші компьютер емес, сол калькуляторды жаңағы меңгеруді курс өткізіп үйреткен болатын сол кезде. Қазір енді барлығы компьютерді меңгеріп интернетпен жұмыс істеп жатыр ғой.
біздер курс жұмысында жүргіздік мұғалімдерменен, әдістемелік жұмыста жүргіздік. Мұғалімдердің тәжірибесін де тараттық. Соның барлығы бір орталықтан басқарылып, жүйелі түрде жүргізіліп отырды. Облыстағы барлығы өзіміздің кадрларымызды фамилиясымен біліп отыратынбыз. Жаңағы шұғыл мәлімет сұрағанда, кім қандай категорияға лайық, кімді қай дәрежеде мысалы оқуға жіберу керек, немесе тәжірибесін тарату керек. Сондай сапалы түрде қалай пайдалануға болады, біздер сол бойда мағлұмат бере алатын едік, әрбір кадрымызды біліп отыратын едік. Тәжірибе тарату үшін аудандарға ашып, мектептерге тәжірибесін зерттейтін едік бірер жыл. Сондай дәрежелі жұмыстар жүргізілді. Артынан енді өзіңіз білесіздер, ұстаз журналы, Жайық ұстаз газеті барлығы іске қосылды. Енді қазір өрлеу аталғалы бері жұмыстың бағыты өзгерді, әрине. Бірақ енді менің ойымша әдістемелік жұмыстың осы білім жетілдіру саласында қалғаны дұрыс еді, барлығы сол бір орталықта болғаны. Сондай жүйелі түрде жүргізілуі үшін, сапалы түрде жүргізілуі үшін. Бірақ қазір өзгерістер еніп жатыр ғой. Жаңартылған білім мазмұнына көшіп кеттік. Қазір мына жағдайға байланысты қашықтан оқытуға көшіп кеттік. Мына жаңалықтар енгізілген, осы бағытта пайдаға асып жатыр. Сіздің қазіргі өрлеудің мамандары осы бағытта жұмыс істеуге маманданып, жетіліп жатыр. Сондықтан әр кезеңнің өзінің жетістігі бар. Біз енді осы қара шаңыраққа 70 жыл толып жатқанда тілегіміз әр уақытта биіктен көрінуімізге тілектеспіз. Қазіргі істеп жатқан мамандарымыз тек өздерінің шеберліктерін шыңдап, бұрынғыдай республика көлемінде атағымыз шығып, Батыс Қазақстан өрлеу институты өзінің бұрынғы ардагерлерін, тәрбие беріп жүрген, білім беріп жүрген ұстаздарын қуантып отырады деп сенеміз.